Мысалы мен келтірейін, мына жиырма шақты араб па парсылар жаңа бір жылқыны қуып жүр дейді, ол ана тарихи жазбаларда, қолжазбаларда ескілікте 13-14 ғасыр ғой жаңа. Оны әрі қолайын ұстаймыз, былай қолай ұстаймыз, оны мініп бағындыру деген соны қолымызда келмей жатыр. Әр қасымда атымыз ба, қанжамыз, қылышымыз ба деген жүрміз дейді. Бір кезде бір түркі пайда болды, өтіп бара жатты екен, өзінің атына мінген көрді дағы, барып, шауып барды, ат ұстап алды дейді да. Атқа мінді, әр шапты берді, дейді, әке бізге ұстатты дейді, мә дейді. Сөйтіп атым кетіп қалды дейді. Сонда біз тұрмыз 20 шақты жаңа араб, парсы солар ғой жаңа отырыс елдер. Бір түрік келді, өтіп бара жатып, алттан атты үйретіп бізге бағындырып кетті. Bir тиын сұраған жоқ дейді да. Қиналмай-ақ қойды, ол былай ғой деген сияқты жаңа. Сонда ана түркінің рухы аттан әлдеқайда мінді. Салсырып болмайды жаңа. А бұлар жаңағы американский сөйлесейік, сырласайық болып отыр да жаңа. Үйтіп ұстасақ, бүйтіп ұстасақ деген да. Сонда ана түркінің өзінің атқа жақындаған кезде оны құдай сияқты көрген ғой мысалы да. Арақатынас сондай. Сол себепті біз қымыз ішеміз. Ол не екенін білмейді да. Қазақтың қазақ болуы жылқыға байланысты.